Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Бүгін сіздермен психологияның 3-ші сабағына да келдік. Сіздерге қалай сабақ ұнап жатыр ма? Бәрі көңілдеріңізден шығып жатыр деген үлкен үміттемін. Егер де сіздердің 1-ші сабақ, 2-ші сабақ, 3-ші сабаққа арналған сұрақтарыңыз болатын болса, сіздерден сол сұрақтарыңызды қоюларыңызды өтінемін. Неге? Себебі біз сіздерге айтқандай 4-ші сабақты сұрақ-жауап ретінде өткізуді жөн көрдік. Бүгін сіздермен яғни қорытынды сабақ өтеміз. Өзіме ұнайтын тақырыптарды және қызықтыратын тақырыптарды таңдап алған болатынмын. Енді сабаққа көшейік. Яғни біреуді өсектеу, біреуді кінәлау және біреуге аяушылықпен қарау туралы ең бірінші қысқаша айтып кететін боламын. Сосын сіздерге самооценка туралы да айтамын, екінші тақырып. Осы екеуін бүгін қозғайтын боламыз. Білесіздер ме, егер де адам біреуді өсектейтін болса, онда сол адамның біріншіден барлық жауапкершілігін өз бойына алады. Ол біріншіден. Екіншіден, егер де адам біреуді өсектейтін болса, онда сол адамның өзіне негативтерін барлық бойына жинап алады. Оны мен сіздерге айттым. Сондықтан да өсектеу ол үлкен күнәмен теңдей ғой. Кешіріңіздер, бірақ енді солай. Және ең маңыздысы өсектеу ол ауыр жазылмайтын дертке алып барады. Сіз бір рет өсектейсіз, бірақ әрмен қарай сіз тек қана сол өсектеп қана болды, ары қарай сіз өсектемейді деген сөз емес. Сіз бір рет өсектедіңіз ба, сіз өмір бақи өсектейсіз. Бір адамды емес, бүкіл адамды өсектейсіз. Кез келген жерді өсектейсіз сіз. Тума-туыс болсын, ағайын болсын, достар болсын, жұмыста болсын, мейлі ол далада болсын. Мысалға, қарапайым бір мысалды айтайын. Сіз көшеде кетіп бара жатырсыз, бір қыз құлаққаппен кетіп бара жатыр, шапкасын орынсыз дұрыс емес киген, бірақ өзіне қатты ұнайды солай киген, бірақ сізге сырт көзден ол ұнамайды. Сіз айтасыз ішіңізден, мына қыз қалай киіп бара жатыр екен дегеннің өзі, неге олай киді екен, өзіне үйлеспей тұр ғой дегеннің өзі сіздерге ол өсектеумен тең. Яғни өсектеу сондай кішкентай қадамдардан басталады да, ең үлкен ұлы қадамдардан аяқталады. Мынау бір жағдайды келесі адамға баяндау, соның бәрін тарихын айтып беру, оның бәрі өсектейсіз, әрі қарай оның жазылмас дертке ұшырайтын өзіңіз түсінбей қаласыз. Мен сіздерге кеше денсаулық ауру туралы айтып кеткен болатынмын. Дәл солай жазылмайтын дертке ұшырайсыз да, не үшін ауырғаныңызды өзіңіз білмей отырасыз. Сондықтан да жазылмас ауруға ұшырамас үшін ешқашан өсектеудің қажеті жоқ. Ешкімді, ешқандай адамды. Себебі сіздің өсектеуге адамдарды құқығыңыз жоқ, мүлдем. Және сіздерге айта кетейін, көбінесе кейбір кездерде мен байқаймын, кішкентай бүлдіршіндер көп ауырады. Кей кездері ата-аналар оны түсінбейді, солай деп қабылдайды. Сыртқы ортаны ауырып қалды деп ойлайды, я болмаса басқа бір достарымен кездеседі, соның әсерінен ауырып қалды деп ойлайды, бірақ ол олай емес, мүлдем олай емес. Неге? Себебі, егер де сіздің балаңыз ауырып қалатын болса, онда ешқашанда сыртқы ортадан іздеудің қажеті жоқ. Оны өзіңізден іздеңізші, өтінемін. Неге? Себебі сіздің бір жерде қателескен қателігіңіз бар сіздің, яғни. Сіз бір жерде адамды өсектедіңіз, немесе сіз бір жерде бір минус жібердіңіз. Я болмаса өзіңізге бір ренжіген адамды жүрегіңізге ұстап қалдыңыз, я болмаса әрбір адамның сөзін жинап алып, мына миыңызға барлығын алып алдыңыз. Оның бәрі сізге, яғни айттым ғой, миыңыз қоқысқа толып кетеді деп, солай миыңыз қоқысқа толып кетеді. Сосын сіз өзіңіздің өміріңізді дұрыс шеше алмайсыз, ал соның бәрі сізге жиналады, ал оның бәрі өзіңіздің балаңызға апарып келіп соғады. Балаңыз соның кесірінен сіздің кезіндегі жіберген қателіктеріңіз үшін зардап шегетін болады. Сондықтан да балаңыз ауырып жатыр ма, соны сіздердің өздеріңіздің шешкендеріңіз дұрыс болады. Қай жерде ауырып жатыр, не үшін ауырып жатыр мүмкін, мен кезінде нені дұрыс жасамадым деген сұрақпен өздеріңіз шешіп алыңыздар. Себебі айта кеткенде ата-аналардың көбінесе өздерінің ішкі жан дүниелерін бәрін қалыптастырып алмайды да, кейін оны бір айтқандағыдай сыртқы ортадан іздейді. Яғни ата-аналар бір сөзбен айтқанда өздеріне мүлдем көңіл бөлмейді. Сондықтан мен сіздерге алдыңғы сабақта айттым, өздеріңіздің ең бірінші ішкі жан дүниелеріңізді қалыпқа келтіріп алып барып, сыртқы жан дүниеңізбен өмір сүргеніңіз абзалырақ. Бірінші ішкі жан дүние адамда жақсы болу керек.
ешқандай да реніш, ешқандай да өкпе, ешқандай да біреуді жамандау, өсектеу деген сияқтылардың бәрін тазарсаңыз ғана, онда сізде кәдімгідей бір керемет бір құбылыс, керемет бір жан дүниеңіз рахатқа толатындай сезім пайда болады. Екінші, сіздің қалағандарыңыздың бәрі орындала бастайды. Үшіншіден, медитацияны рахаттанатындай сіз жоғарымен байланысқа шығатын боласыз. Төртіншіден, өзіңіз қалағандағыдай өмір сүре бастайсыз. Өзіңізді өзіңіз басқарып үйренесіз және өзіңіздің қалаған нәрселеріңізге оңай қол жеткізе бастайсыз. Жетістіктеріңіз өте көп болады. Сондықтан да сіздерге айтарым, оған қол жеткізу үшін өзіңізді тазартып алғаныңыз жөн болады. Және осының бәріне жақсы қол жеткізгеннен кейін сіздерге үлкен өтінем, кітап оқыңыздар. Кітап сіздерге үлкен көмегін береді. Қай жерде болмасын, кітап оқысаңыздар сіздер өкінбейсіздер, яғни жерде қалмайсыздар. Білесіздер ме, адамдардың жақсы я жаманы жоқ, яғни адамдар жақсы я жаман деп бөлінбейді мүлдем. Адамдардың барлығы бірдей, яғни олардың бәрі жақсы. Барлық адам керемет. Дегенімен адамдардың іс-әрекеті мен олардың қабылдаған шешімдері әртүрлі болады. Яғни орыс тілімен айтқанда поступки разные. Сондықтан да сол жөнінен ойлағандарыңыз жөн болады, жарайды ма? Адамдардың бәрі бірдей, олардың бәрі жақсы. Келесі аяушылыққа келер болсақ, кейбіреулеріңіз көшеде кетіп бара жатқан адамдарды көрсеңіздер, түрлі адамдарды көретін болсаңыздар, аяуларыңыз мүмкін. Мына адам дәл осылай қалпымен жүр, өмір бақи солай өтетін шығар деген сияқты аяйсыздар. Ол аяушылық неге алып келетінін білесіздер ме? Аяушылық ол агрессияға алып келеді. Дәл сол сәтте емес, болашақта сіз агрессияға түсесіз, бірақ қалай агрессияға түскеніңізді білмей қаласыз. Сондықтан да ешқандай адамды аямаңыздар, тек жақсылық тілеп, аман жүр дегендей жақсы сөздер, жақсы тілектер айтып кеткендеріңіз дұрыс, жарайды ма? Келесі тақырып сіздермен самооценка. Білесіздер ме, самооценка дегенде сіздер, мен сіздерге сұрақ қойын, соның дәптерлеріңе жазыңыздар, иә, дәл қазір. Самооценканы мен қалай түсінемін? Әрі қарай жазыңыздар, стоп қойыңыздар және әрі қарай мені тыңдаңыздар. Қойдыңыздар ғой, иә? Мен сіздерге сенемін. Келесі, яғни самооценканы кейбіреулер осылай түсінеді. Мен егерде күнделікті макияж жасап жүретін болсам, мен шашымды боясам, не қысқартсам, түрлі киімдер алсам, шопингке шықсам, хоббимен айналыссам, әртүрлі жерге барсам, әртүрлі заведение, әртүрлі мейрамханаларға барсам, достарыммен қыдырсам, маникюр, педикюр жасап жүретін болсам, онда менің самооценкам өте жоғарғы болады дейді. Мен өзіме деген сенушілік, яғни сенімділік артады дейді. Жоқ, олай емес. Сіздің самооценкаңыз одан мүлдем артпайды. Яғни сіз сол сәтте өзіңізді алдап тұрсыз. Қысқа бір нәрсемен сіз өзіңізді алдайсыз, бірақ одан сіздің самооценкасы мүлдем жоғарыға көтерілмейді. Ол сіз үшін тек қана жақсы өмір сүруді қалағандығыңыз деп түсінуге болады. Ол осы жасаған нәрселеріңіздің бәрін. Ал самооценка дегеніміз не? Яғни самооценка ол ең бірінші өзіңді жақсы көру. Осы қалпымен жақсы көру, яғни. Ал жақсы көру дегеніміз не? Жақсы көру дегеніңіз өзіңді кәдімгідей сүю, өзіңе көңіл бөлу, яғни жан дүниеңе көңіл бөлу, өзіңді дәл осы сәтіңмен қабылдау. Сен қалай барсың, солай қабылдау. Өзіңді құрметтеу, өзіңді сезіну, өзіңді уважать ету кәдімгідей. Өзің екенін мойындау, сен басқа адамдардан ерекшесің, соны түсіне білу. Басқа адамдардан және қайталанбас тұлғасын, соны түсіне білу. Өзгелер адамдар бәрі бірдей емес, әртүрлі, соның ерекшесі өзің екенін түсіну. Және өзіңнің жеке өмірің бар екенін білу, түсіну, соны қабылдау. Өзіңнің құндылығыңды білу, және ең бастысы өзің қалағандағыдай өмір сүру. Сенің душаң нені қалайды, дәл солай сіз өмір сүру керексіз. Яғни самооценка дегеніміз осы. Өзіңді ең бірінші жақсы көру. Солай. Ал егерде сізде осының бәрі болатын болса,
онда сіздің самооценкаңыз өте жоғары болып қана қоймайды, банағы айтылған нәрселердің бәрі өздерімен өзі орын ала береді. Және жаңа ғана мен сіздерге душа туралы айтып кеттім ғой. Соны сіздерге айтқым келіп отыр да, есіме түсіп кетіп отыр. Яғни сіздер қазір кейбіреулеріңіз әртүрлі жастағыларсыздар, иә? Орта жас, жоғары жас деген сияқты. Яғни қараңыздар, мысалға сіз паркте кетіп бара жатырсыз. Кетіп бара жатырсыз, күшті үлкен батут тұр. Қатты үлкен, 2 этажды мысалға деп алайын. 2 этажды мықты батут. Сіз өзіңіз кетіп бара жатырсыз, ана батутқа қысығып қарап тұрдыңыз. Да сіздің ішкі әлеміңіз айтады. Мысалға өзім айтайын, Лаура, сен деген осы батутқа мінші деп тұрады. Бірақ сіздің умыңыз айтады, ақылыңыз айтады. Жоқ, сенің есің дұрыс па? Мына ақылыңыз айтады. Сенің есің дұрыс па? Сен не істеп тұрсың? Қайдағы саған батут? Сенің жасың болса 20-ға келіп қалды. Сен кішкентай бала емессің. Ана батутты жарып тастайсың. Басқа адамдар қараса ұят болады. Анда балалар ойнайды, тек қана сен не істеп жүрсің деген сияқты сізге ақылыңыз айтады. Сосын сіз не істейсіз ары қарай? Әрине ақылыңыз тыңдайсыз. Я дұрыс айтады. Менің ақылым, мен тынышымен, өз орныммен кете берейін, не істеймін, мынау маған керек емес деген сияқты кетеді. Олай болмайды, құрметті марафонға қатысушылар. Мүлдем болмайды. Сіздің мына душаңыз қалаған нәрсені сіз жасау керексіз, міндетті түрде. Ал жасамадыңыз ба, сіздің душаңыз сіз қалағандағыдай өмір сүрмейді. Яғни сіз өзіңіз қалағандағыдай мүлдем өмір сүре алмай қаласыз. Сізге мына ішкі жан дүниеңіз, душаңыз, яғни сіз керек кезде көмектеспейді мүлдем. Шешім қабылдар кезде болсын, қиналған сәтіңізде сізге көмектеспейді. Сізге отказ беріп отырады. Сіздің душаңыз осыған жаса, осыған бар, осыны ал деп тұр ма? Жасаңыз, оны қуантыңыз. Сонда ғана сіздің душаңыз сізге рахмет айтады. Ол көңілденеді. Көңілденеді, екеуіңіз бірігу арқылы шешім қабылдайсыз. Міндетті түрде. Жарайды ма? Соны естеріңізде сақтағандарыңыз дұрыс болады.